Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Қазақ ТВ. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге бір жаңа баг және де бір жаңа нычка көрсететін болам. Достар, видеоға лайк басып, коммент қалдырып және де каналға тіркеліп отырамыз. Ал біз видеоны бастаймыз. Достар, біздің бірінші багымыз өте читерский болып саналады. Өте әдемі баг, достар. Бұл багтан сіздер рейтинг көтерулеріңізге болады және де убийствоты арттыруларыңызға болады. Достар, бұл баг осы мен жүрген үйдің үстінде орналасқан болатын. Достар, бұндай үйлер қазір мысалы чистилище картасында Бразилияда, ал Бермуда картасында Клоктауэр және де осы мен жүрген жерде орналасқан болатын. Достар, біз бірінші болып крышаға шығуымыз керек болады. Крышаға аккуратно шығамыз және де бізге обязательно бір стена керек болады. Достар, стенаны дәл біз үстіне отыратындай етіп және де жаңағы 3-1 текстурканың тура линиясына дейін леп қоямыз мен секілді. Достар, одан кейін біз жайлап отырамыз да үстіне ақырындап түсеміз. Достар, ақырындап түсеміз, одан кейін текстурка қарай жайлап жүреміз. Достар, дәл сол кезде біз текстурканың ішіне кіріп кетеміз. Ал без полигона болу үшін, достар, біз стенканы жарып тастауымыз керек. Достар, стенканы жарамыз, стенка жарылу керек, ол әйтпесе сіздердің жақтан не үшін тұрған біліп қояды. Достар, және біз шет жақ атамаймыз, көріп тұрғандарыңыздай тек алдық аталамыз. Осының арқасында мен, достар, көптеген убийствоттар жасап алған болатын. Мойындаймын, достар, мен кейбір багтармен ойнаймын. Достар, біз осы багпен сіздер рейтинг көтеруіңізге болады, ал біз жаңа нычкаға кеттік. Достар, бұл нычка осы жақта спиямыз осы жерде орналасқан болатын. Достар, біз осы жаңағы мұның үстіне шығамыз, осының үстіне шығатын боламыз. Қазір мен лутать етіп ойын, зона келді. Достар, біз жаңағы бұл багта, бұл баг емес нычка болсаңыз, сондықтан, достар, біз ана ненің үстіне шығамыз, нычканың үстіне, немесе дәл сол секілді, достар, ана жерде тұрған сарылардың үстіне шыға аламыз. Мен сіздерге, достар, ар жақтағы мен көрсетейін. Бірінші осы екі рейтинге тұрамыз, достар. Тұрамызда тура аның үстіне шығу үшін біз линиясын, стрелкасын дәл шапталып қалатындай етіп қоюымыз керек, достар, 4-3-қа. Тура сол кезде біз осы текстурканың үстіне шығып кететін боламыз. Достар, бұл нычка өте әдемі нычка. Сіздер снайперский учение дейсіз, снайперлік қабілеттеріңізді арттыра аласыздар. Сектор экспрессияны немесе корректпен келсеңіздер болады. Бұл жерде, достар, сіздер рейтинг көтере аласыздар. Достар, рейтинг көтере аласыздар. Ал зона сіздерде болса, рейтинг көтеру өте достар, зона сіздерде болса, рейтинг көтеру өте жақсы қабілет. Достар, ықпаларыңыз кетірмей түскілеріңіз келсе, дәл мен сияқты түсіңіздер, достар. Қазір бұл тәсілді көбісі біледі, достар. Және де осы видеода мен сіздерге бір жаңа баг және де бір жаңа нычканы айтқан болатын. Достарыңызға таратыңыздар. Және де лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар. Бұның бәрі қиын емес деген ойдамын, достар, сіздер үшін. Достар, қиын емес деген ойдамын. Және де осылай мен сіздерге өз видеомды аяқтаймын, достар. Лайк басып, коммент қалдырып, каналға тіркелеміз. Келесі видеода кездескенше сау.